Түркістан облысының мәдениет және туризм басқармасы мемлекеттік мекемесі тапсырысы бойынша қазақ тілін шет тілі, екінші және туыс тіл ретінде оқытудың лингводидактикалық негіздеріне сүйенген А2, Б1 деңгейлері бойынша бейнефильм. Өзге ұлт өкілдеріне арналған бейне сабақ. Бұл фильмнің тақырыбы табиғат тамашасы. Бәріне сәлем! Еліміздің кез келген өңірінде табиғаты сұлу, шетелдік туристерді өзіне бірден баурап алатын көрікті жерлер аз емес. Соның бірі және бірегейі Түркістан облысы. Бұл өңір туризмнің барлық саласымен туристерді өзіне тарта алатын еліміздің ең көрікті аймақтардың бірі деп айтсақ қателеспейміз. Себебі Түркістан облысы ауыл шаруашылығы, емдеу және сауықтыру, экологиялық, гастрономиялық, тарихи және де тағы басқа туризм салалары қарқынды даму үстінде. Бұдан бөлек, бұл өлкенің әсем табиғатын ерекше атап өткен жөн. Бүгінде күнгейдегі өңірдің тамырына қан жүгіріп, күн өткен сайын ажары арта түсуде. Туристерді ұлттық саябақтар мен қорықтардың әсем табиғи ландшафттары қызықтырады. Қаратау жотасы, Ақсу-Жабағылы қорығы, Сайрам-Өгем ұлттық паркі, Ақмешіт үңгірі Түркістан облысындағы киелі жерлердің бірі болып табылады. Түркістан өлкесінде Ақсу шатқалы Ақсу-Жабағылы қорығының ең көрікті жерлердің бірі болып табылады. Мұнда туристер қорықты емес, дәл осы шатқалды көруге ұнатады екен. Ақсудың аумағы мен тереңдігі бойынша орталық Азиядағы ең терең шатқалдардың бірі болып табылады. Оның тереңдігі 300-ден 500 метрге дейін, ұзындығы 30 шақырымды құрайды. Шатқалға түсу өте қиын. Кейбір жерлерінде жүру тіпті мүмкін емес. Ақсу-Жабағылы қорығының тау бөктерінде барыс, ақтырнақты, қоңыраю, өсімдіктерден теміртас, Кавказ каркасын кездестіруімізге болады. Батыс Тянь-Шаньның баурайынан теңіз деңгейінен 1000 метрден 4280 метр биіктікте орналасқан осынау таулы өлке табиғаты таңғажайып. Әсемде сұлу табиғи ірі табиғат бұрышы Ақсу-Жабағылы орналасқан. Ақсу-Жабағылы өте сирек кездесетін, жер бетіне жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктердің қазына байлығы. Мұнда арқар мен тау ешкі, елік пен бұғы, қасқыр мен түлкі, сілеусін мен қабылан, аю мен жайра бар. Ақсу-Жабағылы Қазақстандағы ең көне қорық болып саналса, ең жас сырға толы Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи парк болып саналады. 2006 жылы іргетасы қаланған ұлттық парк Батыс Тянь-Шаньның солтүстік шығыс бөлігін қамтиды. Сонымен қатар Өгем, Қаржантау, Боралдай, Талас Алатауы солтүстік батыс бөліктерін алып жатыр. Түркістан облысының жері негізінен жазық. Солтүстігінде Бетпақ дала, Тасты Сазды шөлінің оңтүстік батысы, Ащыкөл бассейні, Тоғызкентау өзені, Шу өзенінің төменгі ағысы және Мойынқұм құмды алқабының батыс бөлігі орналасқан. Облыстың орталық бөлігі Қаратау жотасы мен солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай екі бөлікке бөлінген. Ең биік тау Бессас 2176 метрді құрайды. Қаратаудың оңтүстік шығысында Боралдай 1400-1600 метрде орналасқан. Облыстың оңтүстік шығыс бөлігі Батыс Тянь-Шань, Қаржантау, Қазығұрт, Талас Алатауының батыс альпісі Кіші Ақсу, Алатау ілмектерімен жабылған. Аймақтың ең биік бөлігі Сайрам шыңы 4299 метр.
Оңтүстік батысында Қызылқұм құмдары, Қаратау тауы 388 метр. Оңтүстігінде Шардара даласы, Изакудук құмдары, Қауынбай молда 321 метр. Белтау 592 метр. Қайыр оңтүстігінде Мырзашөл құмдары бар. Облысымызда 5000-нан астам өсімдіктер өседі. Олардың жартысынан астамы сирек кездесетін дәрілік керемет күшті, адам организміне аса пайдалы өсімдіктер. Өлкенің оңтүстігінен солтүстік батысына қарай Сырдария өзені ағып жатыр. Сырдария өзеніне Арыс, Құркелес, Келес өзендері келіп құяды. Халық тығыз орналасқан оңтүстік шығыста Арыс өзеніне Бадам, Сайрамсу, Машат, Дауылбаба, Боралдай өзендері халық шаруашылығында маңызы зор. Бөген, Сылбыр, Байылдыр, Көксерек өзендері Қаратаудан бастап облыстың орталық аймағын сумен қамтамасыз етеді. Аймақтың көлдері негізінен таяз және де тұзды болып келеді. Көктемінде су толып, жазда құрғатылады. Ірі көлдері Ақжайық және де Қызылкөл. Сонымен қатар шағын көлдері де көптеп кездеседі. Түркі әлемінің туристік астанасына айналған таңғажайып Түркістанның әсем табиғатын жүздеген кітаптармен суреттесек те аздық етеді. Себебі бұл әсем көріністі көзбен көрген артығырақ. Егер де сіз бұл өлкеге бұрын соңды келмесеңіз, міндетті түрде саяхаттап келіңіз.